Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Мен Кадина Анар Алиевна, Ұлытау облысы Жаңаарқа ауданы Ақтөбек жалпы білім беретін мектебінің химия пәні мұғалімімін. Бүгінгі сабақта өтетін тақырыбымыз қанықпаған көмірсутектер, алкендер. Бүгінгі сабақта қол жеткізетін мақсатымыз қанықпағандық ұғымын сипаттайсыңдар. Этен мысалында алкендердің химиялық қасиеттерін үйреніп, химиялық реакция теңдеулерін дәлелдейсіңдер. Полиэтилен мысалында полимерлену реакцияның механизмі мен полимерлердің құрылымын, ерекшеліктерін түсіндіресіңдер. Пластикалық ыдырау мерзімін, ұзақтығын, мәселесін түсініп және оқып біліп, қоршаған ортаға пластикалық материалдардың көбею зардабын білесіңдер. Алкендер молекула құрамында бір қос байланысы бар, жалпы формуласы SnH2n болатын қанықпаған көмірсутектер. Алкендердің молекулалық формуласына назар аударайық. С2H4 этен екінші атауы этилен, С3H6 пропен, пропилен, С4H8 бутен, бутилен, С5H10 пентен, екінші атауы амилен, С6H12 гексен, екінші атауы гексилен, С7H14 гептен, екінші атауы гептилен, С8H16 октен, екінші атауы октилен, С9H18 нонен, екінші атауы нонилен, және С10H20 децилен. Осы алкендердің құрылымдық формуласына назар аударатын болсақ, өздеріңіз көріп тұрғандай, алкендерде бір қос байланыс бар. Осы қос байланыстың орнын көрсету үшін біз құрылымдық формулаға назар аударыңдар. Мысалы, пропеннің CH2 бірінші буыннан кейін бір қос байланыс тұр. Осы қос байланыстың орнын санмен көрсетеміз. Пропен 1. Бутеннің қос байланысы бірінші буыннан кейін тұр, оның атауы бутен 1. Екінші пентеннің егер қос байланысы екінші буыннан кейін тұратын болса, оны пентен 2 деп атаймыз. Ал гексеннің қос байланысы екінші буыннан кейін тұратын болса, оны гексен 2 деп атаймыз. Қос байланыс қай буыннан кейін тұрса, сол буынның біз санын көрсетеміз. Алкендердің молекуласында бір қос байланыс болады. Бұл қос байланыс осы химиялық реакцияға түсу қабілеттілігін арттырады. Алкандарға қарағанда алкендер химиялық реакцияға түсу белсенділігі жоғары болады. Сондықтан осы қос байланыстың пи байланысы басқа заттармен реакцияға түсуге икемділігі жоғары болуымен сипатталады. Назарымызды тақтаға аударатын болсақ, біздің алкендердің ең қарапайым өкілі бұл этилен. Ендеше этиленнің физикалық қасиетіне тоқтала кететін болсақ, этиленнің бұл бізде түссіз газ, жанғыш, иісі әлсіз, өсімдікте табиғи түрде түзіледі. Енді химиялық қасиеттеріне назар аударатын болсақ, ең бірінші химиялық реакциясы бұл галогендеу, яғни броммен әрекеттесу. Этилен броммен әрекеттесіп, қос байланысы үзіліп, нәтижесінде 1-2 дибром этан түзіледі. Бұл реакция қызыл қоңыр бром суының тұздену арқылы анықталады.
бұл алкендердің сапалық реакциясы болып табылады. Екінші реакциямыз бұл гидрлеу реакциясы, яғни сутек қосу реакциясы. Сутек қосу, этиленге сутек қосу нәтижесінде этан түзіледі. Катализатор ретінде никель немесе платинаны алуға болады. Келесі реакциямыз бұл гидратация реакция. Гидратация дегеніміз бұл су қосу деген мағынаны білдіреді. Этенге су қосу нәтижесінде біз этил спиртін аламыз. Келесі реакциямыз бұл гидрогалогендеу. Гидрогалогендеу дегеніміз бұл H-хлор, H-бром қосу реакциясы. Егерде пропенге H-хлоридін қосатын болса, реакция нәтижесінде хлор пропан түзіледі. Және де біздің алкендер, осы этилен өкіліміз, бұл бізде полимерлену реакцияға түседі. Полимерлену реакция дегенімізді қалай түсінеміз? Бұл бірдей алкен молекулалар қосылып, үлкен полимолекулалық тізбек түзіледі. Нәтижесінде этиленді қосу, бірнеше этиленді қосу нәтижесінде, мыңдаған этиленді біз полиэтилен аламыз. Полиэтилен дегеніміз пластиктің бір түрі. Және де осы алкендер тотығу реакциясына түседі. Тотығу реакциясының бір реакциясы бұл жану реакциясы. Алкендер жану нәтижесінде, реакция нәтижесінде бізде көмірқышқыл газы және су түзіледі екен. Және де осы жұмсақ тотығу реакциясында, бұл жұмсақ тотығу дегеніміз калий перманганатының реакциясы. Сулы ортада этен калий перманганатымен реакцияға түсіп, калий перманганатын түзденіп, этилен гликоль түзеді. Бұл да алкендердің сапалық реакциясы болып табылады. Алкендердің қолданылуы. Алкендер полимер өндірісінде қолданады. Этеннен полиэтилен алынады. Пластиктер, қаптамалар және тұрмыстық бұйымдар жасалынады екен. Пропен, полипропилен алынады. Ыдыс-аяқ, тоқыма, автоқұрал бөлшектері алынады екен. Органикалық заттар синтезінде этанол, этилен гликоль, ацетал альдегид, тағы басқа қосылыстар алу үшін қолданылады. Ауыл шаруашылығында этен өсімдіктердің пісуін жетілдіретін өсімдік гормоны, мысалы банан, томат пісіруде қолданылады екен. Медицинада, косметологияда және құрылыс материалы өндірісінде қолданылады екен. Теориялық білімімізді аяқтай келе, біз енді тапсырма орындауға кірісейік. Балалар, бірінші тапсырма берілген құрылымдық формула бойынша қосылыстың атауын табыңдар. Ал балалар тапсырманы орындап болсаңдар, енді тексерейік. Бірінші қосылыстың атауы 2 метил бутен 1. Екінші қосылыстың атауы 3 метил пентен 2. Үшінші қосылыстың атауы 3 этил гексен 3. Және төртінші қосылыстың атауы 3 метил гептен 1. Келесі тапсырмаға өтейік. Келесі тапсырма берілген қанықпаған қосылыстардың формуласын табу. Салыстырмалы молекулалық массасы 84-ке тең алкеннің формуласын табу.
Тапсырманы орындап болсаңдар, дұрыс жауабы гексен. Келесі тапсырма бұл пиза тапсырмасы. Пластиктің ыдырау мерзімімен қоршаған ортаның әсері. Мәтін. Пластик тұрмыста кең қолданылатын материал. Оның ыдырау мерзімі өте ұзақ. Мысалы, пластик бөтелкелер 450 жылға дейін, ал пластик пакеттер 10-20 жылға дейін ыдырайды. Бұл уақыт аралығында олар топырақта, суда жиналып, жануарларға зиян келтірілуі мүмкін. Пластиктер күннің сәулесімен, температураның әсерімен микропластинкаға айналып, тіршілік иелерінің ағзасына еніп, экожүйеге кері әсер етеді. Сұрақ: неліктен пластиктерді қайта өңдеу немесе аз қолдану маңызды? Дұрыс жауабы: олар ұзақ уақыт ыдырамай, қоршаған ортаға зиян келтіреді. Екінші сұрақ: егер сен мектепте немесе үйде тұрмыстық қалдықтарды азайту жобасын жүргізетін болсаң, жоғарыдағы мәтінге сүйене отырып, қандай шешім ұсынар едің? Әр шешімнің қоршаған ортаға тигізетін пайдасын қысқаша түсіндір. Енді балалар, сабақты бекіту мақсатында WordWall платформасы арқылы сабағымызды бекітейік. Ал балалар, сабақты бекіту үшін мына сұрақтарға жауап берейік. Гидролеу реакциясы. Сутекті қосу реакциясы. Дұрыс. Бутернің формуласы С4H8. Полимерлену бұл алкандарға ма, әлде алкендерге тән реакция ма? Я, дұрыс, бұл алкендерге тән реакция. Полиэтиленнің ыдырау уақыты 100-400 жыл. С2H4 формуласының атауы этен. Алкендердің сапалық реакциясы қалай жүзеге асады? Бром, суын және калий перманганатын түсіздендіру. Гидрогалогендеу реакциясы. Гидрогалогендеу реакциясы H-бром қосу реакциясы. Жану реакциясы. Бұл оттекті қосу реакциясы. Галогендеу реакциясы. Бұл бром суды қосу реакциясы болып табылады. CnH2n қандай көмірсутектің жалпы формуласы? Бұл алкендердің жалпы формуласы. Гидратациялау. Бұл суды қосу реакциясы. Жану реакциясының өнімі. Әрине балалар, бұл көмірқышқыл газбен және судың түзілу реакциясы. Жарайсыңдар балалар. Енді сабақтың аяқталу барысында бізде кері байланыс береміз. Ал балалар, рефлексия жасайық. Сабақтан алынған мәлімет өміріне қажет деп есептейміз. Себебі сабақ кезінде берілген тапсырмалар арқылы біліміңді тексердім. Себебі
Сабақ кезіндегі берілген тапсырма қиындық тудырды, себебі осымен балалар сабағымыз аяқталды.